Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қақалып немесе шашалып қалған балаға алғашқы көмек көрсету жайында айтатын боламын. Баланың қақалып қалғанын қалай байқаймыз? Бірінші, баланың көздері бақырайып үрейленеді. Екінші, сәби дұрыс дем ала алмай, жылап, дауысы қарлығып немесе дауысы мүлде шықпай қалуы мүмкін. Үшінші, бала аузын ашып сілекей көп бөлінеді. Төртінші, ересек балалар болса, қолы мен мойнын ұстайды. Бесінші, аса күрделі жағдайда бала есінен танып қалуы әбден мүмкін. 1 жасқа дейінгі балаларға қалай көмек көрсетеміз? Баланың қолын жоғары көтереміз. Баланың қолын жоғары көтерген кезде тыныс алу жолдары кеңейіп, тыныс алу процесі реттеледі. Екінші, баланың жауырынын, яғни арқасынан 5 рет қағамыз. Сосын баланы арқасымен жатқызып, баланың төс сүйегіне 2 саусағымызды қойып 5 рет басамыз. Әр басқан сайын бала кеудесінің көтерілгенін байқаймыз. Осы әрекеттерді баланың жағдайы жақсарғанша, яғни кеудесіндегі зат шыққанша жасайтын боламыз. Бірақ баланың аузына қолымызды салмаймыз, өйткені сіз тұрған затты әрі қарай итеріп жіберуіңіз әбден мүмкін. Ал 1 жастан жоғары балаларға қандай көмек көрсетеміз? Оларға геймлих әдісі қолданылады. Бірінші, баланың артынан тұрып, баланың белінен қысып ұстаймыз. Бір қолымызды жұдырықтап, екінші алақанымызбен жұдырығымызды қысып ұстаймыз. Төртінші, баланың ішін жоғары қарай тартамыз және баланы еңкейтіп, арқасынан 5 рет қағамыз. Бұны да баланың тыныс жолдарында тұрып қалған зат шыққанша жасай береміз. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.